тағы бір сұрағым бар да. Енді сіз әлеуметтік желіде өте белсендісіз, байқаймыз. Көбінесе ондай диқаншылар немесе бір жылыжаймен айналысатын адамдардың ешқайсысын көрмейміз да әлеуметтік желіде. Бірақ сізді жиі көріп тұрамыз, оған қуаныштымыз. Сол жаңа оқырмандарыңызға көбінесе осы жөнінде ғана айтып отырасыз ба, әлде тағы да басқа да мәселелерді көтеріп отырасыз ба? Тек осы диқаншылық жайында ғана көтересіз ба әлеуметтік желіде? Енді басқа тақырыпты қозғамауға тырысамын, өйткені басқа тақырыпты қозғайтын белсізді адамдар көп. Өзі қадіріңді келтіре беретін керегі жоқ сияқты бұл жерде. Жалпы енді жастарға кішкене болса да бір жұмысшы жүрсеңіз, осындай үйретілік жәрдемде болмаса бір егістік алпауыңыз болса да табыс табуға болатындығын бір көрсетіп жүрген бір жайым бар. Ал өзім кезінде осы диқаншылықты бастағанда маған ешкім үйретпеді. Ешкім үйретпеді, сұраған ауылда адамдар болды. Жаңағы өзім барып сұраған кезде, жаңағы сөйлеген кентінің ең алғаш бастап